Интернетте жиі талқыланатын сұрақтардың бірі ол жеңіл босану жолдары және толғақ шақыру жолдары және малина жапырақтарынан шай жасап, соны толғақты жеңілдетудің әдістері айтылады. Бұндай малина, яғни таңқурай жапырақтарын сіз дүкен немесе дәріхана сөрелерінен аласыз, немесе үй жағдайында жасау тәсілінде келесі видеода көрсетіп өтетін боламын. Ал қазір оны қалай пайдаланып және қалай пайдаға асыруға болатыны туралы түсіндіріп өтемін. Жалпы қызықты факттер айтып кетейін. Әлемде болып жатқан жаңалықтар бойынша Германияда бұл шай ішуді бұндай схемасын босануға дайындық кезінде барлық жүкті әйелдерге ұсынылады екен. Ал Англияда болса, бұндай шай ішу тәсілін босануға дейін 2 ай бұрын ішіп бастайды екен, және бұл тәсілді көптеген ғасырлар бойы пайдаланып келген. Әсіресе бұл шайды бұрын босанған және осы уақытқа дейін жатыр мойнын ашу қиынға соққан әйелдерге ішуге кеңес береді. Бұл шайдың ең басты қасиеті жатыр мойны ашылу кезінде ауырсынуды басады, толғақты да басады, жеңілдетуге көмектеседі. Сонымен қатар босанғаннан кейін де сіздің организміңіз тез жиналуға көмектеседі. Сіздерді басты ескертіп кететін ережелер бар бұл жерде. Соны жақсылап тыңдап түсініп алыңыз. Есіңізде болсын, жылы шай тіпті салқындатылған болса да ол жатырға қатты әсер етеді. Оның серпімділігін арттырып, жатыр мойнын жұмсатып, жібітіп бастайды. Ал ыстық күйіндегі таңқурай шайы сіздің тез босануыңызға әсер етеді. Яғни родовая деятельность дейді ғой, сол тездете түседі. Ал келесі ескертетін ол сіз егерде 35 аптадан асқан болсаңыз, сонда ғана шай ішуге кеңес беріледі. Яғни салқындатылған күйінде жай-жайдан күнде көбіректен шай ішіп бастайсыз, міндетті түрде 35 аптадан кейін. Шайды одан ерте ішіп бастасаңыз, сіз ерте босанып қоюыңыз мүмкін, қаупі төнеді. Келесі ескертетін нәрсе ол шайдың сізге жақпауы организміңізге. Яғни аллергия беріп, немесе асқазаныңызға жақпауы мүмкін да. Сондай жағдайда тоқтатқаныңыз дұрыс болады. Сондықтан да әуелі аз-аздан ішіп байқап, өзіңіз реакцияңызды қарап отырасыз. Ал ондай шайды қалай дайындаймыз десеңіз, қазір айтып түсіндіремін. Ең әуелі бізге бір стакан ыстық су қажет болады, және осыған үгітілген бір ас қасық жаңағы таңқурай жапырақтарын салып, соны 30 минутқа тұндырып қоямыз. Содан кейін 30 минуттан кейін оны сүзіп алып іше беруге дайын болады. Ал осының қалай қабылдау керектігін айтып түсіндіріп өтейін. Сіз ол үшін жүктіліктің 35-ші аптасынан бастап салқындатылған осы тұнбаны 3 бөлікке бөліп, бір стаканын бір күнде тауысуыңыз қажет. Яғни осы стаканды 3 бөлікке бөліп ішесіз. Ал келесі 36-ші аптасында дәл жаңағындай, бірақ жылы күйінде бір стаканды күніне 3 рет бөліп ішесіз. 37-ші аптасында 2 стакан ішесіз күніне, жылы күйінде осылай 2 стаканды бөліп өзіңіздің ыңғайыңызға қарай ішкеніңіз дұрыс. 38-ші аптасында 3 стакан қылып ішсеңіз болады, және оның қоюлығын арттырып тұнбаңыздың, яғни қоюлау қылып дайындап ішуге де болады. 39-ші аптада манағы 3 стаканыңызды сәл ысылау қылып ішіп бастайсыз. 40-ші аптадан кейін 4 стакан ыстық сусын қылып ішесіз. Соңғы апталарында тұнбаңыз ыстық болып тұру үшін термосқа дайындауға кеңес беремін. Сонда суымай тұнбаңыз өз температурасын ұстап тұрады. Міне осы схеманы пайдалана отырып, сіздің жеңіл әрі тез босануыңызға көмектеседі деп ойлаймын. Бұндай шай сонымен қатар ішінде дәрумендер де болады бұларда. Темір, кальций, магний сияқты, және де басқа А, Б, С, Д сияқты витаминдер де көп кездеседі. Келесі видеода мен сізге бұндай шайды үй жағдайында қалай дайындап алуға болатынын көрсетемін. Яғни үйіңіздің алдында өссе, немесе басқада өсетін жерлерді білсеңіз, сол жерлерден бірнеше бұтағын алып келіп, соны кептіріп, үгітіп, соны да шай қылып дайындап ішсеңіз болады. Ол сонымен қатар емізетін әйелдерге де пайдалы. Кез келген адам аллергиясы болмаса іше беруіне болады деп ойлаймын. Жалпы бұл әдісті бұрын өзім қолданып көргенмін.
және де расымен де тез болды деп ойлаймын босану процесі. Яғни таңертең толғатып бастағаннан кешкі 4-тер шамасында босандым. Ал кейбір келіншектер мысалы 2-3 күн деп толғатып босануды күтіп жүреді. Сондай кезде ысылай осы шайды ішсе тездетуіне көмектеседі деп ойлаймын. Бұндағы басты нәрсе сізде ешқандай патология болмау керек, яғни деніңіз толықтай сау ғана болса ішкеніңіз дұрыс болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.